Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар. Отырыңыздар. Көңілдеріңіз қалай балалар? Жақсы, керемет. Балалар, жалпы біз сабаққа кірген кезде немесе басқа циркқа барсаңыздар, паркке барсаңыздар, сіздерде қолдарыңызда не болу керек? Билет болу керек, иә? Мақал мәтелдерге қарап, топтарға бөлінеміз қазір. Екінші, еңбек ерлікке жетелейді, ерлік ерлікке жетелейді мақалы болса, екінші қатарға, үшінші, еңбек етпей елге өкпелеме, егін етпей жерге өкпелеме, ол бізде үшінші қатар, үшінші топқа бөлінеді. Біз Ыбырай Алтынсаринді осы уақытқа дейін өттік, иә? Таныңыз кім бізде Ыбырай Алтынсарин? Балалар әңгімелерін жазған, иә? Енді қараңыздар. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз не туралы болмақшы? Не болып тұрса суретте? Жұмыс жасап жатқан. Және де көшедегі адамдар. Жақсы балалар, яғни бүгінгі үшінші жауап береді. Қайда қатысқан, қай яшықты қамтаймыз? Бір? Ыбырай Алтынсариннің қандай шығармаларын оқыдық, біз осы уақыттан оқыдық, иә? Алтынтай жомарт. Бүгін дүние қалай ертең табылады шығармасын оқығалы тұрмыз. Жақсы, отырғандардан тұра қоядылар. Қыпшақ Сейітқұлға бір несеме беріңіз дейді. Қыпшақ Сейітқұлды өтсіз, иә? Басқа адамдарға көмектесетін адам. Иә, басқа адамға көмектесетін. Дүние қалай ертең табылады. Олай болса, сабақтың мақсаты бізде Портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу. Жақсы, яғни дүние қалай ертең табылады шығармасындағы кейіпкерлерге тоқталып, олардың портреті мен іс-әрекеттері арқылы образын ашамыз, иә? Күні жазды, күн. Артында сіздерде мақалдар берілді ғой. Бірінші топ сіздерде қандай мақал мәтел болды? Еңбегімен ел таныр. Мағынасын кім түсіндіріп береді бұл мақал мәтелді? Айта қоймашы. Біздің әрбір адам өзінің еңбегін, басқа адамдар оның еңбегін бағалайды. Адатке. Еңбек етпесең, ешқашанда елге өкпелеме себебісен өзіне өзі еңбек ету керексің. Ал егін етпей жерге өкпелеме себебісен егін етпесең жерден егін шықпайды. Ғалымы жазады. 1791 жылы мен университет школда оқып жүредім. Сол кезде анама жаяу барып қайту, Версаль қаласына анама жаяу барып қайтып жүруші едім. Әдеттегідей мен анама бара жатқанда күнде алдымнан Антон деген жігіт кездесетін. Ол күнде адамдардан қайыр сұрап отыратын еді. Бір кезде мен жұмысқа бара жатқан кезде қасындағы бір кісі кетіп бара жатады. Шығарма қалай аяқталды? Шығармада Антон Брюссель деген қаладан өтіп бара жатып, бір кітапханаға кіреді. Сол кітапханада оған ақыл айтып кеткен жолаушы тұрады екен. Сосын ол жолаушы Антонға келіп, сіз бұрында қайыр сұрап отырған адам емессіз бе дейді. Сол кезде Антон, иә, дәл өзімін дейді. Жақсы. Сіздерге осы үш кейіпкер бойынша, екі кейіпкер бойынша, жолаушы мен Антон бойынша сіздерге екі тапсырма берілген. Өзіңдер алдарыңызда тапсырма жатыр, парақта ашамыз. Кесіге түсірілген, иә? Сонда жазып шығамыз. Бірінші Антон, иә, Антонның іс-әрекеті. Үзіндіні оқимыз, оның образын ашамыз. Әрдайым жолында бір Антон деген тіренші отырып, қайыр сұрап алушы еді дейді. Антон сонда қандай кейіпкер болған? Мұнда жазамыз топпен.
жұмыс істемеді. Болса да кейіпкерлердің образын ашайық. Бірінші кім айтады Антон жайлы, Антонның үзіндісі бойынша? Антон кейіпкердің іс-әрекеті. Қане, әрдайым жолында бір Антон деген. Оның 12 мүшесі сау болса да, ол жұмыс істемейді және жалқау болды. Жақсы, тамаша. Екінші үзінді балалар, кім айтады екінші? Жолаушының мейлесін тамаша қане. Олар айтқан ақылы, иә? Жақсы, екінші үзінді бойынша кім айтады қарайды? Хазетке. Жолаушы өзінің қалай бай екенін айтып, Антонға ақыл айтады. Жолаушы өзінің басын өткізген оқиғасы арқылы Антонға ақыл айтады. Жақсы, тамаша. Келесі соңғы үзінді. Алғашар айта ғой. Жолаушының Антонға өзінің ақыл айтуы жол ашуы. Өзінің Антонға ақыл айтуы. Жолаушының Антонға ақыл айтуы. Кім? Маржан айтшы. Антонға қандай образ? Ол жолаушы жаңағы жолаушының айтқанын тыңдап, еңбек етіп ақша тауып бай болды. Жақсы, тамаша. Домбырамызды шығарамыз, әлі бірінші орынды тұрамыз. Бірінші орынға қандай қабілет? Қандай домбырамызды? О, дейін баға өтпейді. Жақсы, несіне бірінші орынға дейін балл қойып тұрмыз? Қасыманы, толыққанды. Домбырамызды көрсетеміз, қандай балл қойдық? 9 бал. 9 деген балл қойдық дейсің. Не себепті? Өйткені тапсырманы Дүние қалай етсен шығармасы бойынша әңгімелерді, оқиғаларды ретімен орналастыруларымыз керек. Бірінші, яғни француз жұртындағы білімді адамның университетте оқып жүрген кезі, иә, оқып шығамыз. Бүгінгі сабағымызға қандай кері байланыс келесіздер? Алдарыңыздағы қарап тұр, иә? Кім оқып шығады қане? Ал Маржан айта ғой. Бүгінгі сабаққа кері байланыстың қандай? Сабақ көңілді болды ма? Маған сабақ өте көңілді болды. Мен сабақты өте керемет түсіндім. Жақсы. Қандай түсініксіз жерлер болды ма? Ұнамаған жерлер болды ма? Жоқ. Жақсы, тамаша. Ақырке. Маған сабақ өте қатты ұнады, себебі тапсырмалар оңай әрі қиын емес болды. Жеңіл тапсырмалар болды өзі, иә? Жақсы. Мен арқылы бүгінгі сабақтан қалай қорытындылаймыз? бүгін сабақ өте күшті. Не себепті қандай тапсырма болады сізге? Біз өзім 12 мүшенің сау болса, ерінбей жұмыс істеуді үйрендік. Жақсы, тамаша.